Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 5 сыныптың 1 бөлім 5-6 сабақты оқитын боламыз. Бүгінгі тақырып сұхбаттасу мәдениеті. Сен қандай тақырыптарда сұхбаттасқанды ұнатасың? Мен оқыған кітаптардың туралы сөйлескенді ұнатамын. Кездесудегі амандасу, кетердегі қоштасу, қуаныш сәттеріндегі құттықтау әдебін білесің бе? Әрине білемін. Бірінші тапсырма: мәтінде автор сұхбаттасу мәдениетіне қатысты қандай мәселелерді өзімен бөлісіп отыр? Бір-бірімізді көргенде амандасамыз, амандық саулық сұрасамыз, немесе бір-бірімізді құттықтап жатамыз. Сәлемдесудің тілімізде сан алуан түрлері бар. Тіл жұмсау дағдысында сәлеметсіз бе, аман есенсіз бе, армысыз, сәлем бердік, ассалаумағалейкум, кеш жарық тағы басқа сөздер күн сайын қолданылады. Амандық сұрасу тұрмыста үзбей айтылады, құлаққа жиі естілетін сөздеріміз. Бірақ бұлардағы мағыналық, стильдік, реңк оларды талғап таңдап өз орайында, өз орнында қолдануды қажет етеді. Мысалы, сәлеметсіз бе деп амандасу үлкен кішіге, таныс бейтаныс адамдарға қолданыла береді. Ал ассалаумағалейкум деп амандасуды ауылдағы кейбір жасы үлкен ақсақалдар ұнатып тұрады. Екінші тапсырма: амандасудың түрлерін қандай жағдайда қолдануға болатындығын рөлге кіріп көрсетіңдер. Ерлер арасындағы амандасу, әйелдер арасындағы амандасу, қыздар мен ұлдардың амандасу әдебі, үлкен мен кішінің арасындағы амандасу әдебі. Ер адамдар ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам деп амандасады. Әйел адамдар сәлеметсіз бе, сәлем бердік, амансыз ба, қайырлы күн, қайырлы кеш деп амандасады. Қыздар мен ұлдардың амандасу әдебінде сәлем деген сөз қолданылады. Үлкен мен кішінің арасындағы амандасу әдебінде ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, мал жаныңыз аман ба, қал жағдайыңыз қалай, жақсы ма деген сөздер қолданылады. Үшінші тапсырма: мына сөздерді қатыстырып диалог құрыңдар. Бізге берілген сөздер: ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, сәлеметсіз бе, сәлеметсің бе, сәлемет пе, амансың ба, амансыз ба, армысыз, ат көлік аман ба, ел жұртын ауыл аймағын аман есен бе, мал жан аман ба, қайырлы таң, кеш жарық, жайлы жатып жақсы тұрдыңыз ба деген сөздер берілген екен. Енді осыған қатыстырып диалог құрастырайық. Осы сөздерді құрастырып мысал ретінде бір ғана диалог құрастырайық. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, кеш жарық, амансыз ба, ат көлік аман ба, рахмет, аманбыз, ел жұртын ауыл аймағын аман есен бе, бәрі жақсы, аманбыз. Төртінші тапсырма: тыңдалым мәтіннен ілгерінді кейінді ықпал түрлерін тауып қос жазба күнделігіне жаз. Яғни сөздер берілген, оған түсініктеме жазуымыз керек. Құттықтап айтылуы құттықтап. Т дыбысының әсерінен Қ дыбысы Х дыбысына айналды. Кейінді ықпал. Ақсақал айтылуы ақсақал. С дыбысының ықпалынан Қ дыбысы Х дыбысына айналды. Кейінді ықпал. Құлаққа айтылуы құлаққа. Қатаң Қ дыбысының ықпалынан Қ ұяң Қ дыбысына айналды. Кейінді ықпал. Амандық сұрасу айтылуы амандық сұрасу. Қатаң С дыбысының ықпалынан Қ дыбысы С дыбысына айналды. Кейінді ықпал. Сөздер: сөз ұяң З дыбысына аяқталғандықтан қосымша Д дыбысынан басталды. Ілгерінді ықпал. Тұрмыста сөз қатаң С дыбысына аяқталғандықтан қосымша қатаң Т дыбысынан басталды. Ілгерінді ықпал. Бесінші тапсырма: мәтінді оқып, ақпараттың тақырыпқа қатыстылығын талда. Ол үшін мәтінді 2 бөлікке бөліп, топ құраңдар. Әр топ этикеттік сөздердің қандай жағдаятта айтылатындығын рөлге кіріп талдасын. Бесінші тапсырма: мәтінді оқып, ақпараттың тақырыпқа қатыстылығын талда. Ол үшін мәтінді 2 бөлікке бөліп, топ құраңдар. Әр топ этикеттік сөздердің қандай жағдаятта айтылатынын рөлге кіріп талдасын. Сөйлеу этикетіне жататын сөздердің бірі қоштасуға қатысты сөздер. Сау болыңыз, қош болып тұрыңыз, келесі кездескенше, көріскенше күн жақсы, жайлы жатып жақсы тұрыңыз, жолыңыз болсын, сапар сәтті болсын, тағы басқа жағдаятқа орай қолданылатын мұндай сөздерде де мағыналық реңк айырма бар. Мәселен, бүгін, ертең немесе таяу күнде кездесетін, хабарласатын қызметтес адаммен көріскенше күн жақсы, аман барып сау қайтыңыз деп қоштаспайтыны белгілі. Ал алыс жол, ұзақ сапарға аттанып бара жатқан жолаушыға сау болыңыз деп қана қою салғырттықты білдіреді. Сондықтан мұндайда сапар сәтті болсын, жолыңыз болсын тәрізді сөз орамдары қолданылады. Сөйлеу этикетіне жататын эмоцияға бай сөздер тобы құттықтауға қатысты сөздер. Адамдар біреудің қуанышына әрдайым ортақтасып ықылас білдіреді.
Әсіресе жасы үлкен кісілер жастарға қосағымен қосағар, босаған берек, шаңырағын биік болсын, қадамдарыңа гүл бітсін, нұр жаусын деп ақ тілеу, адал ниеттерін білдіріп жатады. Шын көңілден шыққан сөз жүректі тебірентеді. Мәтінде сұхбаттасу мәдениетіне жататын қоштасу және құттықтауға қатысты сөздер айтылған. Бірінші топ қоштасуға қатысты сөздер. Әсем, сен ертең қай қалаға барасың, не үшін? Астана қаласына барамын, оқуға түстім, жолың болсын. Сәтті сапар болсын. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыз апай, сау болыңыздар. Екінші топ құттықтауға қатысты сөздер. Ата, сізден бата сұраймыз. Босаған берек, шаңырағын биік болсын, нұр жаусын, қадамдарыңа гүл бітсін, қосағымен қосағар. Әумин, рахмет ата. Алтыншы тапсырма, мәтінді талда. Төмендегі белгілермен әр абзацты немесе сөйлемдерді белгіле. Өз ойыңды қорытындылап жаз. Осы кестені толтырайық. Бұрыннан білемін, қоштасудың түрлерін білемін. Менің ойлағаныма қайшы келеді. Қайшы келетін ойлар жоқ. Мен үшін жаңа ақпарат болды. Құттықтауға қатысты сөздер жаңа ақпарат болды. Келісе алмаймын, білгім келеді. Барлық сөздермен келісемін. Осындай кесте құрамыз. Жетінші тапсырма, төмендегі пікірді сілтеме етіп алып, пікір таласқа түсіңдер. Өзі туралы ғана айтатын адам тек өзі туралы ғана ойлайды. Ал өзі туралы ғана ойлайтын адам қанша оқыған адам болса да мәдениетсіз адаммен тең дейді Колумбия университетінің президенті Николас Мюррей Батлер. Менің ойымша, адам өзін де, айналасындағы ата-ана, бауырлары, сыныптастарын да ойлау керек. Ешкімді ойламайтын адамды тәкаппар адам деп атайды. Ол жаман дерт десе де болады. Пейілің қандай болса, саған да берілетін сый құрметте сондай болмақ. Сегізінші тапсырма, қоштасу сөздерін белгілі бір жағдайда үлкен, кіші, ер, әйел, құрбылар қолданылатын дәлелдейтін сөйлемдер құра. Әсем құрбысын қимаса да, ал жақсы, әзірге деп қоштасып үлгерді. Бауырым, көріскенше, ата-анамызға жақсылап қара. Аға, көріскенше күн жақсы, жарайды деді інісі. Әжеме жол алдында сәт сапарыңыз сәтті болсын деп амандығын тіледік. Әкесінің жұмысқа кетіп бара жатқанын көрген Арман, әке аман барып сау қайтыңыз деп ақ жол тіледі. Қош, қайыр қош деп бір топ әжелер қонақтан үйге тарасты. Анам мені ақ жол амандық болсын деп шығарып салды. Анам әкем сапарға кетерде жол болсын деп үнемі сапарының сәтті болуын тілейді. Есте сақта, эмоционалды сөздер адамның сезімін, көзқарасын, көңіл күйдің түрлі иірімдерін білдіріп тұратын сөздер. 9-шы тапсырма, тілек сөздерді сөйлеу жағдаятына қарай топтап жаз. Абыройлы бол, мерейің үстем болсын, асың дәмді болсын, еңбегің жемісті болсын, ер жет, қолың дерт көрмесін, дастархан жақсылыққа жайылсын, сапарын сәтті болсын, қазан оттан түспесін, қадамың құтты болсын, қадамыңа гүл бітсін, жолың ашық болсын, өмір жасың ұзақ болсын, аман барып сау қайтыңыз, тілегіңе жет, ата-ананың көз қуанышы бол, жол азабынан сақтасын, көріскенше күн жақсы, жортқанда жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын деген сөздер берілген екен, тілектер айтылған екен. Мектепке барғанда қадамың құтты болсын, қадамыңа гүл бітсін, ата-ананың қуанышы бол, ер жет деген тілек айтылады. Дастархан басында асың дәмді болсын, қолың дерт көрмесін, дастарханың жақсылыққа жайылсын, қазаның оттан түспесін. Туған күнде айтылатын сөздер: абыройлы бол, еңбегің жемісті болсын, мерейің үстем болсын, өмір жасың ұзақ болсын, тілегіңе жет, жолға шыққанда сапарың сәтті болсын, жолың ашық болсын, аман барып сау қайтыңыз, жол азабынан сақтасын, көріскенше күн жақсы, жортқанда жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын деген тілектер айтылады. 10-шы тапсырма, оқылым мәтіндегі эмоционалды экспрессивті сөздерді буын үндестігі мен дыбыс үндестігіне қарай талда. Эмоционалды экспрессивті сөздердің барлығы да буын үндестігіне сай бағынған. Көріскенше күн жақсы, айтылуы көріскенше күн жақсы ілгерінді ықпал болып келген. 11-ші тапсырма, төмендегі тыйым сөздер сөйлеудің қай түрінде, ауызша ма әлде жазбаша түрінде ме қатысты екенін дәлелдеп айт. Тыйым сөздердің мағынасына сай суреттер сал. Көп сөйлеме, сөйлеп тұрғанда есінеме, аузыңа тамақ салып алып сөйлеме, сөйлегенде тыңдап отырған серігіңе тым жақындама, даусыңды тым бәсеңдетпе, тым еркіндеп кетпе деген сөздер берілген екен. Ауызша сөйлеу түріне көп сөйлеме, сөйлеп тұрғанда есінеме, аузыңа тамақ салып алып сөйлеме дегендер жатады. Ал жазбаша сөйлеу түріне сөйлегенде тыңдап отырған серігіңе тым жақындама, даусыңды тым бәсеңдетпе, тым еркіндеп кетпе сөздері жазбаша сөйлеу түріне жатады.
Бұл жерге осы әрекеттерді жасап тұрған баланың суретін саласыздар. Есінеп сөйлеп тұрған бала бірінші сурет, екінші сурет аузына тамақ салып сөйлеп отырған бала, үшінші сурет қолын сермеп сөйлеп тұрған баланың суретін саласыздар. 12-ші тапсырма, шығу парағын пайдаланып төмендегі сұрақтарға жазбаша жауап бер. Бүгін не үйрендің? Бүгін қоштасуға қатысты сөздермен сәлемдесу, құттықтау сөздерін үйрендім. Екінші сұрақ, сабақ бойынша қандай сұрақтарым бар? Барлығы да түсінікті болды. Үшінші сұрақ, келесі сабақта қандай мәселелерді баса назар аудару керек? Үйренген сөздерді есте сақтауға назар аудару керек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды бірінші болып көру үшін арнамызға міндетті түрде жазылып ал.